Қазақтың көрнекті жазушысы Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі атты шығармасы проза жанрындағы тұңғыш туындысы болып табылады. Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі атты шығармасын өзінің Садақ қолжазба журналында жариялайды. Бұл шығарманы 1914-1915 жылы жазған. Қазіргі кезде осы шығармасы қазақ прозасының айтулы үлгілерінің бірі десе де болады. Бұл шығармада әйел теңсіздігі, бірін-бірін жақсы көрген жастардың махаббаты туралы әңгіме болады. Жазушы Шұғаның ажарлылығымен қоса ұстамды, ақылды екенін көрсетеді. Және де Шұға образы шығармада былай суреттелген. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай. Өзінің арманына жете алмай қалған байдың қызы Шұға. Және де кедейден шыққан Әбдірахманның тағдыры суреттелінеді. Бұл шығармада Шұғаның әкесі кедейге бергісі келмегендіктен олардың бір-бірімен кездесуіне тыйым салады. Және де Әбдірахманға жалған ізі жауып айдатып жібереді. Осыдан кейін Шұға айықпас дертке шалдығып қайтыс болады. Айдаудан босатылған Әбдірахман өзінің Шұғасына асығып жеткенде бұл хабарлама ауыр болды. Өзіне қалдырған хатын оқып көзіне жас келеді. Менің ойымша, олардың қосылмауына Шұғаның әкесі кінәлі деп ойлаймын. Егер де ол қарсы болмағанда, Шұға мен Әбдірахман қосылар еді. Қорытындылай келе, шығармада адалдық, ақылдылық, қазақ жастайынан тән әдеп және де салт дәстүр арқылы баяндалған шығарма десе де болады.